Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қазір интернетте өкінішке орай білімсіз сектанттар көбейіп кетті. Солар намаз туралы көптеген өтірік рекламалар жасап жатыр. Күнә жинап жүргендерін өздері білмейді. Өйткені намаз оқып жатқан адамның суретін қойып қояды да, оның жанына намаз оқысаң денің сау болады, ауырмайсың, денеңдегі бойыңдағы ауырсыздықтар қашып кетеді, артритің кетеді, радикулитің кетеді, грыжаң кетеді. Күніне 80 рет сәжде жасасаң, миыңда қан айналысы күшейіп, басыңдағы аурулар кетеді деген сияқты өтірік әртүрлі ертегілерді таратып, күнә жасап, халықты алдап жүр. Егер мұндай реклама көрсеңіздер, соны таратқан адамға түсіндіріп айтыңыздар, алып тастасын, жасамасын. Өйткені намазды біз денсаулық үшін емес, Аллахтың ризашылығы үшін, Аллахқа құлшылық ету үшін оқимыз. Осыны ұмытпаңыздар. Кім намазды денсаулығымды түзетіп алайын деп оқыса, ондай намаз ешқашанда қабыл болмайды. Аллах тағала кімге денсаулық бергісі келеді, оған өзі біледі. Кімге ауырсыздық берсе, оны да өзі біледі. Аллах ешкімнен сұрамайды, ешкімге есеп бермейді. Аллах бол десе бәрі бола қалады. Сондықтан да, құрметті мұсылмандар, күнә жасамаңыздар, ақылды болыңыздар.